Сәлем достар, сіздермен бірге Таби. Бүгін біз меренговый рулет пісіреміз. Мен меренговый рулетті бірінші әдісінде жатырмын. Бастардан тимейді, шықайсың. Бақыра бермеш. Так, мен керек заттармен алдым. Керек заттар енді тек творожный сыр алдым. Андай хотел крем-чиз қолданамын мен. Только творожный сырмен крем-чизді араластырып істейтін бар ғой. Прям для выравнивания дейді ғой. Соны істейтін боламын. Сонымен істейтін боламын, то есть. Ну, маған өзіме негізі крем-чиз ұнайды, қатты ұнайды. Соның үшін соны істемеуді шештім. Міне менің креметтем. Креметте. Меренговый рулеттің істейтін жол көп екен. Енді мен неменде лимонная кислота бітіп қалған, оның орнына лимонный сокты қолданамын. Гүлжанаттың рецептін қолданатын боламын. Ол жерде 4 жұмыртқа қолданады, ағын. Белки дейді ғой, соны. Қалған бәріне алтаудан істейді. И плюс менде әселпеш болғаннан кейін оның табасы ана салатымен кішкентай да. Поэтому мен Гүлжанаттың 4 жұмыртқалы меренговый рулетін істейтін боламын қазір. Мен бар түгім. Сіз жоққа бара берсе әсеке? Нан, шеше салым үріп кетті. Әдем өкті бұдырақ қайтын. Әсеке, бізге бірінші 4 жұмыртқа керек. Бәрленің 4 жұмыртқасын қолданатын боламын. Табақ. Короче, мен мына жерде табақ па, ыдыс па, соны атын ұмытып тұрмын, сол үшін тупик етіп жатырмын. Табақ. Бізде ол Гүлжанаттан құрақ болып жатыр бәрі. Енді маған неге мен басым андай бүтірі болып тұр, соқпа сияқты. Да ладно. Кеудеме сыймай махаббатым. Если белокқа былай сондай бір плотный пеки дейді ғой, соған дейін если взбивать ету керек болса, бір сары жұмыртқаның сарысы бір тамшы болсын түспеу керек екен. Мойныңда сенің күмістен алқа, толқынды жағы. Енді бізге бұны взбивать ету керек. Бисмилля. Сырымыз бітпей жалғасты таңға. Енді қопырып жатқан кез. Сол кезде біз қантымызды шекеміз. Сразу салу керек, на сағырында ары қарай прям табадан төңкерген кезде түспейтіндей күйге дейін араластырамыз. Мен андай болды менде. Қорқтым. Білмеймін енді, мен бір видеода, потому что бір видеода лимонный сокты қосқан көргем. Бірақ ода лопаткамен араластырады да, ал неде крахмал екеуін қосып лопаткамен араластырады, ал мен көрген Гүлжанатта ода лимонная кислота болғаннан кейін бір 10 секундта миксермен араластырып жібереді. Білмей жатыр мен қайсысын істейтінімді. Міне бір ложка болды. Менің любимый лопатка. Міне. Ей?
Аударғанда Қазір былай жаямыз бәрін ішті. Мынандай дүниесі бар. Осыны қатты себеміз. Шкер. Ты подходи ко мне. Міне осындай болды. Менің бірінші үлкенгі өлеңдерімнің бірі. Енді пісуін күтеміз. Салып қоямыз, кейін піскенге келсеміз кетеміз. Уже менің мелеңгім пісіп қапты. Сәл бір шеті қалыпты, бір жағы. Соны сәл қойып қойдым. Бірақ әлі жүріп қоймын, өзінің қызуымен пісе салады да. Енді қазір біз мұның не еді? Кремін істейміз. Итағы мен мынандай жауып қойған мамалардың осының несін алдырттым. Помидорный, потому что мен қазір спагетти істейтін боламын. Спагетти емес паста. Спагеттиден паста істейтін боламын. Қазір енді мәренені бітіріп тастайын. Oh baby, where are you now? It's all I need to know. Сәл майын азырақ қылып аламын. Негізі 300 граммға 150 грамм май аламын негізі. Но бұл жерде 135 грамм тұр. 135 грамм ала беремін. Oh baby, where are you now? 300 грамм творожный сыр болса, бізге тағы қант керек қой. Оған сол 100 граммна жетеді. Мынаны бәрін бәрі түсіріп тастаймын. Маған тағылы. Міне крем еттіміз біз. Sen аударамыз. Янтай. Мен үйден қапағанда ақ қоятын маған. Торта отыр. Тортан болмады ғой. Міне. Уходи, бері. Вот біздің кукин. Бұлай сынып қалған жақтарын жеп көрсем дәмі өте күшті болған сияқты. Бұл еще сіңмеген кезде, сіңгеннен кейін барып жеп көретін боламыз бәріміз. Оны қолған крем жеп қоямыз бұнда қазір. 1 hour later. Бір сағат өткеніміз жеп жатырмыз, шыдай алмай. Жұмсақ болып шыққан. Сен жейсің бе не осындай? Жаушақты. Жейсің ба? Шымкайда. Қандай шығыпты Айлин? Торт. Зор ма? Оннан 1-ден 10-ға дейін баға беріңіздер, папа мама. 10-да өндіреміз да. Сәші. Айтса?